Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең өтімді, сұраныстан қалмайтын пирогтың бір түрі сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін қанттың үстіне жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де қант ұнтағы болса, соны салсаңыздар да болады. Қантпен жұмыртқаны осылай 1 минуттай жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше кішкене. Одан кейін жұмсақ 82,5% сары майға қантпен жұмыртқаны салып, тағы да кішкене ғана араластырамыз. Одан кейін қопсытқышты саламыз. Үстіне ванилин салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап барлығын бенчикпен араластырамыз. Енді жоғары сұрыпты ұнды илектен өткізіп саламыз, жұмсақ қамыр елейміз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді асты алынатын 26 диаметрлік форманы алып, осылай шетіне кішкене май жағып шығамыз. Содан кейін осылай қамырды екіге бөліп алып, астыңғы бөлігі мен шет жағасына қамырды салып шығатын боламыз. Астыңғы бөлігіне салынатын қамырды сәл көптеп етіп алыңыздар. Енді формамызға саламыз, әдемілеп қолмен жайып шығатын боламыз. Немесе осындай кесе дейді, біз жақта кесе дейді, ал оңтүстік Шымкент жақтарда пиала деп атайды. Осындай кесенің асты теп-тегіс болса, осылай үстінен басып шығамыз. Содан кейін шеткі жағымен, кесенің шетімен қырын дейма, жаңағы шетін басып шығамыз, пирогтың шет жағын басып шығатын боламыз. Қамырды тоңазытқышқа салмай жұмыс жасай беруге болады. Енді астыңғы бөлігін салып шықтық, енді қалған қамырды алып шеттеріне бөліп салып шығатын боламыз. Міне осылай қамыры жетпей қалса, міне үстіңгі жағына көптеу кетіп қалды. Соны вилкамен, болмаса пышақпен кесіп аламыз да, соны жетпей қалған жеріне жалғастырамыз. Негізі бұл қамыр жұмсақ болғандықтан, бүйтіп қолмен итерсеңіздер, жан-жағына жайылады бұл қамыршы. Сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Осылай үстінен тағы да басып шығып, жетпеген жерлеріне жалғастырып шығамыз. Енді бәрін салып болдық. Енді түзу тегіс әдемі болу үшін шаңғышқымен шетін басып шығатын боламыз. Содан кейін түзу болу үшін үстінен тағы да басып шығатын боламыз. Шеті, асты қатты қалың болмағаны жақсы. Енді шаңғышқымен осылай тесіп шығатын боламыз. Дұрыс әдемі пісуіне көмегін тигізеді. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді салмасын дайындағанға дейін тоңазытқышқа сала тұрамыз.
Салмасына 20%-дан жоғары қаймақты саламыз. Одан кейін 4 жұмыртқаны саламыз, қантымызды саламыз, ванилин және де жүгері крахмалын саламыз. Міндетті түрде жүгері крахмалы болуы керек. Енді барлығын әдемілеп араластырамыз. Миксердің де қажеті жоқ. Жай ғана осындай венчикпен жақсылап араластырсаңыздар жеткілікті. Мінекей салмамыз да дайын. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, маған кішкене сәл қисықтау болып тұрған сияқты, сондықтан өзім вилкамен түзедім. Әлі де вилкамен бассаңыздар да, қолмен бассаңыздар да, қамырымыз қатты қатқан жоқ. Сондықтан вилкамен жұмыс жасасаңыздар, шеттері кішкене түзелуге келеді. Енді салмамызды құямыз үстіне. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан бақылап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Міне пирогымыз да пісті. Пирогты толық суған соң ғана формадан шығарасыздар. Менде толықтай суып шамамен 1,5-2 сағаттай кетті. Енді жандарын босатып, формадан шығарып жатырмын. Егер ыстық күйінде формадан босататын болсаңыздар, кесетін болсаңыздар, ортасындағы салмасы қатпай ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасында ғана суғаннан кейін ғана барып кесесіздер. Сол кезде осындай әп-әдемі мінсіз болып шығады. Мен айтқан барлық құпияларды, барлық техникаларды жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде шығады. Пирог өте дәмді болып шықты, өзіме қатты ұнады. Қонақтарға жасап беруге таптырмас пирог деп айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астына жасап көрсеңіздер, мені белгілеп кетіңіздер. Комментарияға да өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Алда күшті, керемет бір пирогтың рецептісін салатын боламын. Сондықтан каналымдағы қоңыраушаны басып, соны қосып қойыңыздар. Қош, сау болыңыздар.